Жыл соңына дейін Риддерде қалалық аурухананың 3-ші корпусының тиянақты жөндеуін жасауды жоспарлауда. Ғимараттың ішінде инфекциялық бөлім орналастырылатын болады. Ол 1939 жылы салынған ескі ғимараттан көшірілетін болады. Түсіруші тобымыз құрылыс жеріне барып қайтты. Күзде Шығыс Қазақстан облысының әкімі Даниал Ахметовтың Риддерге қызметтік іс-сапары аясында жобаны аяқтау туралы тапсырма берілген. Ал нақтысы қалалық аурухананың 3-ші корпусының тиянақты жөндеуін, оған инфекциялық бөлімді орналастыру үшін аяқтауды. Мерзімі де қысқа, 2 ай ғана берілді. Әйтсе де, жобамен жұмыстардың тұтас кешені қарастырылған. Нысанда төбесі жөнделіп қойды, терезелердің саңылаулары қатайтылған, ішкі әрлеу жұмыстары, едендер, қабырғалар, төбелер жөнделіп жүріп жатыр. Жертөле бөлмесінің жөндеуі жасалған, сумен қамту жүйесінің монтажы да жүргізілген. Сыртының әрлеу жұмысы басталған. Нысанда 90 адам жұмыс істеп жатыр. Окна у нас первый, второй этаж, третий этаж. Бірінші, екінші, үшінші қабаттарда терезелер 100% қойылды, жылуы қосылып қойды 100%, қазір 50-60%дай әрлеу жұмыстары жасалып қойған. Шатырын біз толық ауыстырдық, толық аяқтадық. Шамамен 10 желтоқсанға қарай ғимараттың сыртын аяқтауды жоспарлап отырмыз. Бұл жерде 50%дай жұмысты жасадық. Қарашаның аяғында 3-ші қабаттағы жұмыстар аяқталады. Ал 20 желтоқсанға таман көркейтуден басқа жұмыстарды толық аяқтаймыз деп жоспарлап отырмыз. Алда әрлеу жұмыстарының ауқымды көлемі, демек, ғимараттың толық жөнделуін жыл соңына дейін аяқтау жоспарланған. Дәрігерлер мен қала тұрғындары нысанның пайдалануға берілуін тағатсыздана күтіп жүр. Өйткені корпустың жөндеуі мердігерлермен туындаған мәселе салдарынан ұзаққа созылып кеткен. Сот тартыстарынан кейін ғимараттың қайта конструкциясы жаңа мердігерлік ұйымның күшімен қайта жанданды. Ал оның алдына маңызды мақсат қойылған: қысқа уақытта тиянақты жөндеуді аяқтау, әрі ол сапалы жасалуы тиіс.